Жаңару желілік білім беру қауымдастығы 2021 жылға арналған жұмыс жоспары. Мақсаты желілік қауымдастық арқылы оқыту мен оқытуды бағалауды басқа модульдармен үйлестіре білу жолдарын зерттеу жетілдіру. Міндеттері: қауымдастық мүшелерімен сенімді қарым-қатынас құру, қауымдастық ішінде жағымды ахуал қалыптастыру, қауымдастықтың ережесін жасау, қауымдастықтың шеңберін кеңейтіп отыру, мұғалімдердің желідегі практикалық қызметін ұйымдастыру, жаңа әдістемелердің жекелеген мектептерден тысқары таралуына мүмкіндік беру арқылы мұғалімдерге педагогикалық әдістемелерді зерделеу мен жетілдіру. Күтілетін нәтиже: кәсіби даму жөніндегі бірлескен іс-шаралар жүзеге асады, кәсіби біліктіліктерін үздіксіз жетілдіріп отырады, оқыту мен оқу үдерісінің сапасын арттыруға ықпал ететін табысты желілік байланыс орнату. Ережесі: қауымдастықтың әрбір мүшесі шынайы көзқараста болуға міндетті. Әрбір мүше сенімді қарым-қатынас жасауы керек. Әрбір адамның пікірін бағалап, сыйластықпен қабылдау керек. Желілік байланыс кезінде жоғары мәдениетті сақтауы тиіс. Топ: басқарушы топ, ұйымдастырушы топ, зерттеушілер тобы. Құрылымы: басқарушы топ аудандық әдістемелік кабинет. Ұйымдастырушы топ желінің әртүрлі бөлімдері арасындағы қызметті реттейді. Үйлестіруші топтар мектептер арасындағы және желі ішіндегі бірлесіп өткізілетін іс-шараларға қатысты шешім қабылдайды. Мектеп әкімшілігі. Зерттеушілер тобы желінің даму жоспарларында басым сала ретінде белгіленген салаларда оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіру әдістеріне назар аударады. Дамытушы топтар оқу бағдарламаларын әзірлеп, оқытудың жаңа стратегияларын қабылдануына қолдау көрсету арқылы желіні дамытуға өз үлестерін қосады. Деңгейді меңгерген мұғалімдер. Қамту: қоғамдастықтар арасында, мектептер арасында. Қауымдастық мүшелері: аудан мектептері, деңгейлік курстан өткен мектеп директорлары мен орынбасарлары, деңгейлік курстан өткен мұғалімдер. Кездесуді өткізу жиілігі: 90-на 1 рет, мерзімді және нақты іс-шара үшін қажет жағдайда. Байланыстар: желі, кездесу, вебинар, онлайн конференция, пікірталас, телефон байланыстары, желілік қауымдастық. Топтардың негізгі мақсаттары: деректерге негізделген зерттеу жүргізу, әлеуметтік және эмоциялық ахуал тудыру, үйлестіру және жоспарлау, адамдарды және үдерістерді дамыту. Қауымдастықтың жұмыс жоспары. Бірінші, желілік білім беру қауымдастығы атқарылатын жұмыс жоспарын құру. Мақсаты: оқушылар жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшін мектеп арасында оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіруге бағытталған көптеген іс-әрекеттерді жоспарлау, іске асыру және оны мониторингін жүргізу. Ресурс: бағдарлама, нұсқаулық. Жауапты: бірінші деңгей курсынан өткен мектеп мұғалімдері. Мониторинг, жоспары құру. Уақыт шегі: қыркүйекте. Екінші, қауымдастық сайтын жандандыру және жаңарту. Мақсатты: қауымдастық аясында жұмысты атқаруда әр мұғалімнің міндеттерін айқындау және жұмыс жоспарын құру. Интернет желісі: Skype, портал, форум, чат арқылы. Бірінші деңгей курсынан өткен мектеп мұғалімдері жауапты. Мониторинг, сауалнама. Уақыт шегі: уақытылы. Барлық мұғалімдер үшін вебинар, онлайн конференция ұйымдастыру. Мақсаты: ақпараттық қоғамда бірнеше мектеп арасында оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіруге бағытталған көптеген іс-әрекеттерді жоспарлау. Бағдарлама, нұсқаулық, интернет материалдары. Жауапты: бірінші деңгей курсынан өткен мектеп мұғалімдері. Баяндау, әңгімелеу, түсіндіру, кері байланыс. Кестеге сәйкес. Қашықтан оқыту аясындағы сабақ. Мақсаты: қашықтан оқыту аясында қолдануға тиімді платформалардың тиімділігімен таныстыру. Интернет желісі: Skype, портал, форум, чат арқылы. Координатор, хатшы, әдіскер мұғалімдер жауапты. Фото таныстырылым, бейнежазба. Кестеге сәйкес өтеді. Формативті бағалау мен кері байланыстарды жүргізудің тиімді әдістері және БЖБ-ТЖБ тапсырмаларын құрастырудың жолдары.
Мақсаты пән мұғалімдері арасында бағалау мен кері байланысты жүргізудің тиімді әдіс-тәсілдері бойынша тәжірибе алмасу, БЖБ-ТЖБ тапсырмаларын құрастыру жолдарымен танысу. Тәжірибелік алаң. Жауапты бірінші деңгей курсынан өткен мектеп мұғалімдері. Фото бейнежазба, мерзімді және нақты іс-шара үшін қажет. 6. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда формативті бағалау тапсырмаларын оқу мақсатына сәйкес іріктей білу жолдары. PISA тапсырмаларын оқу мақсатына сәйкес іріктеу жолдарымен таныстыру. Семинар. Мектеп тренерлер жауапты. Бейнежазба таныстырылым жасау. Кестеге сәйкес. Білім мазмұнын жаңарту бағдарламасы аясында оқу мен оқытудың процесін жетілдіру. Мақсатты орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы біліктілікті арттыру бағдарламалары бойынша жетістіктер туралы хабардар беріп отыру. Бағдарлама нұсқаулық. Жауапты мектеп мұғалімдері. Ой пікірлері, кері байланыс, бағалау парақтары, сауалнама. Кестеге сәйкес өтеді. 8. Сабақты зерттеу тәсілін қолданудың ерекшеліктерінің орындалуы. Мақсатты сабақты зерттеу тәсілін қолданудың үздік педагогикалық тәжірибелерін тарату. Интернет желісі арқылы, скайп, портал, форум, чат арқылы. Жауапты пән мұғалімдері. Фото, видео, хаттама, таныстырылымдар дайындау. Кестеге сәйкес өткізіледі. Әріптестермен, әріптестер арасында мақсатты диалогтар ұйымдастыру. Мақсаты неден бастау қажеттігін нақты тұжырымдап, кейін қандай жетістікке жететінімізді айқындау. Бағдарлама, нұсқаулық, ресурс көздері. Жауапты деңгей курсынан өткен мектеп мұғалімдері. Жоспарланған шараларға қатысу және талдау жасау. Кестеге сәйкес. 10. Телефон байланыстары желілік қауымдастығын құру. Қатысушылардың қатарын кеңейту. Желі бағдарлама нұсқаулық. Ой пікірлер, кері байланыс бағалау парақтары, сауалнама, жыл бойы. Мектептерде вебинар өткізу. Мұғалімдерді ынталандыру, қолдау көрсету. Бағдарлама нұсқаулық, ресурс көздері. Жауапты деңгей курсынан өткен мұғалімдер. Фото, видео, хаттама, таныстырылымдар әзірлеу. 90-на 1 рет. 12. Жаңа жүйе бағдарламасы аясында іс-шаралар өткізу. Семинар, практикум, коучингтер, шебер сыныптар. Мақсаты оқушыларды сыни ойлауды қалыптастыру мақсатында мұғалімдердің өз оқыту және оқу тәжірибелері туралы ойланып, оны өзгерту себептерін талқылау. Оқу әдістемелік құралдар қолдану. Жауапты деңгей курсынан өткен мұғалімдер. Фото, видео, хаттама, таныстырылымдар жасау. Кестеге сәйкес өткізу.